күн құрметті оқушыларым, бүгін 9 сыныпқа арналған 90-дық жиынтық бағалаудың тапсырмаларын талдап өтейік. Кеттік. Бірінші сұрақ: натрий хлоридінің тұз қышқылының диссоциациялану механизмін түсіндіріңіз. Диссоциацияланған кезде бізде иондық коваленттік байланыстар болып жатады. Осы иондық байланысқан заттар су молекулаларының электролит иондарына қарай бағытталып, гидраттануы және электролиттің иондарға ыдырауы. Бірінші түсінігі деп қабылдаңыздар. Екіншісі: ковалентті полюсті байланысқан заттар. Бұл су молекулалар электролиттің полюсті молекулаларына бағытталып, гидраттануы электролиттің иондарға ыдырауы. Екінші сұрақ: мына заттардың диссоциациялану теңдеулерін жазыңыз. H бром, барий OH егіселенген, калий 3PO4, натрий HSO4. Осылардың диссоциациялану теңдеулерін жазып қойдым. Олар бізде ионға бөлінеді. Дәл осылай жазып алсаңыздар болады. Келесі сұраққа мән беріңіздер. Берілген заттарды диссоциациялану дәрежесіне байланысты түрін анықтаңыз. Калий хлор бізде ол күшті электролит, HNO3 күшті электролит, кальций SO4 әлсіз электролит болады, H2CO3 ол да әлсіз электролитке жатады. Келесі: егер ерітіндідегі 150 молекуланы 60 иондарға ыдыраса, диссоциациялану дәрежесін анықтаңыз. Бұл жерде процентное содержание арқылы табамыз. Альфа тең жалпы бір ионның ыдыраған саны, оны жалпы ерітіндінің санына бөліп 100%-ға көбейтеміз. Сонда бізде 40% болып шығады. Төртінші сұрақ: калий HCO3 ерітіндісіне тұз қышқылын құйғанда газ бөлінеді. Газдың түзілуін көрсететін реакцияны қысқартылған иондық теңдеуін жазыңыз. Қандай газ бөлінеді? Калий HCO3 бізде тұз қышқылын құйған кезде CO2 бөлініп шығады. H хлор болып, хлор H-ты тартып алып, калий бөлініп деген секілді. Бұл жерде қысқартылған түрін ғана жазып кеттім. HCO3 плюс H плюс, жаңа H хлордың бірін H ғана, олар су бөледі және CO2 газ бөліп шығады. Лакмус индикаторы мен калий HCO3 ерітіндісінің ортасын зерттегенде индикатордың түсі қалай өзгереді? Себебін түсіндіріңіз. Калий HCO3 бұл қышқылдық тұз. Калий плюс күшті негіз, ал HCO3 минус әлсіз қышқыл. Лакмус құйған кезде, салған кезде бізде түсі көк түске боялады. Келесі: феррум еквалентті, феррум 3 валентті және купрум еквалентті катиондарын анықтау үшін сапалық реакция теңдеулерін жазыңыз. Сапалық реакцияларды білесіздер. Оларға көбінде негізді қосу керек, OH группаларын. Сол кезде бізде не нәрсе анықталып шығатын байқайтын боламыз. Екваленттіде жасыл түсті тұнба болады, 3 валентте қоңыр түсті тұнба болады және купрумметта бізде көк түсті тұнба шығады екен. Егер сынауықтағы ерітіндіге күміс нитратын тамызса, ақ түсті ірімшік тәрізді тұнба түзіледі. Анықталған анионды табыңыз және ион алмасу реакциясының теңдеуін жазыңыз. Сынауық күміс нитратын, міне мысалы аргентум қысқартылған иондық реакциясын жазып өттім. Оған хлор қосылса, аргентум хлор деп бізде ақ түсті тұнба түзеді. Осы қысқартылған реакция өте оңай, жаттап алсаңыздар болады. Жетінші сұрақ: массасы 10 грамм натрий гидроксиді мен 19,6 грамм күкірт қышқылының әрекеттестіргенде түзілген тұздың массасын анықтаңыз. Натрий гидроксид, натрий OH қосамыз, күкірт қышқылын H2SO4 алдымен реакция жазып аламыз.
Бұл бізде алмасу реакциясы болып, натрий SO4 тартып алып, HOH бөлініп шығады. H2O. Теңестіреміз. Натрий бізде оң жақта результат шыққан жерде бізде 2, натрий 2 болып тұр. Сондықтан натрий OH-ның алдына 2-ні қоямыз. Енді қарап шықсақ, бізде H2O судың алдына да 2 қоюымыз керек болады. Теңестіріп болғаннан кейін натрий SO4 массасын табу үшін алдымен біз мольдік сандарын тауып алуымыз керек. Қайсымен жұмыс жасайтынымыз. Сондықтан да натрий OH-тікін, H2SO4-тікін атомдық массаларына бөліп, қанша моль екен анықтап аламыз. 10-ды 40-қа бөліп, 0-ді 25 моль екен натрий OH. H2SO4 19,6-ны 98-ге бөліп, 0,2 моль екен. Бұл жерде қайсысы көп, онымен жұмыс жасамаймыз. 0,2 моль. Қайсы аз, сонымен жұмыс жасаймыз. Реакция бойынша H2SO4 пен натрий 2SO4 бізде 1-1 моль болып тұр. Екеуі де тең. Сондықтан да натрий 2SO4-тің де моль 0,2 мольға тең болады. Ал оның массасын табу үшін біз N-ді көбейтеміз атомдық массаға. 0,2-ні көбейтеміз 119 грамм мольге. Тең болады 23,8 грамм. Түсінікті, жауабы 23,8 грамм. Келесі химиялық реакциялардың жылдамдығына әсер ететін факторларды атаңыз және оны бөлшектердің кинетикалық теориясы тұрғысынан түсіндіріңіз. Магний мен темірдің күкірт қышқылымен әрекеттесуі. Бұл жерде әрекеттесуші заттар табиғатының әсері. Химиялық реакция барысында реагенттер бөлшектерінің арасындағы байланыс үзіліп, реакция өнімнің бөлшектері арасында жаңа байланыс түзіледі. Ол бірінші түсінік. Екінші реакция бор кесегімен ұнтағының тұз қышқыл. Бор кесегі ұнтағының тұз қышқылымен әрекеттесуі. Бұл жерде реагенттер концентрациясының әсері, тұз қышқылдың концентрациясы болады. Бөлшек саны көп болған сайын соқтығысу да көп болады. Жылдамдық да жоғарылана түседі. Темірдің ыстық және салқын тұз қышқылымен әрекеттесуі. Температураның әсері деп түсініңіз. Ыстық және салқын. Температура көтерілген зат молекуласының қозғалыс жылдамдығы артып, олардың молекуласының қозғалыс жылдамдығы да артып, соқтығысуда да саны көбейе бастайды. Тоғызыншы сұрақ. Сынауыққа 3% сутегі асқын тотығының аздаған мөлшерін құйып, оған аз мөлшерде марганец 4 валентті оксидін қосқанда, сынауықтағы газдың қарқынды бөліну себебін түсіндіріңіз. Бұл жерде ең маңыздысы марганец диоксиді химиялық реакцияны тездетеді, жылдамдатады. Сондықтан да ол газдың қарқынды тез бөлініп шығуына ықпал етеді. Реакциядағы сутегі асқын тотығы мен марганец оксидінің рөлін сипаттаңыз. Сутек бұл жерде пероксид реагент болып тұр. Марганец оксиді бізде как катализатор ретінде жүріп тұр. 10-шы сұрақ. Кездейсоқ жарылыстардың алдын алуда металдарды жемірілуден қорғауда ингибиторлардың қолдану ерекшелігін түсіндіріңіз. Ингибиторлар дегеніміз бұл химиялық реакцияның жылдамдығын баяулататын заттар. 11-шы сұрақ. Берілген қайтымды реакцияда температураның жоғарылауы, қысымның артуы, реагент концентрацияның артуы жүйедегі тепе-теңдікке қалай әсер ететінін анықтаңыз. Берілген реакция температура шығады, бөлініп, температураны жоғарылатқанда тепе-теңдік солға ығысады. Себебі реакция экзотермиялық. Қысымды арттырғанда тепе-теңдік сол жаққа ығысады. Ал концентрацияны арттырғанда тепе-теңдік тағы да сол жаққа ығысады екен. Дәл осы реакцияда. Осымен біздің 9-шы сыныпқа арналған 1-ш тоқсанның
бақылау жұмысын талдап өттік. Сұрақтарыңыз болса комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен бірге болған Химия онлайн арнасы. Мен Назерке Әлбекқызы. Қош, сау болыңыздар.